Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен картопты духовкада пісіріп көрсететін боламын. Кеуіп кетпейді, сырты қытырлақ және де іші өте жұмсақ болады. Қалай пісіру керектігін мен сіздерге осы видеода соңына дейін қараңыздар, көрсететін боламын. Егер де маған әлі де тіркелмеген болсаңыздар, ең алдымен маған бірінші тіркеліп, және де жанындағы колокольчикті басып қойыңыз. Бізге ең алдымен картопты жақсылап тазалап алу қажет. Тазалап жусаңыздар да болады, немесе мен сияқты қабығынан аршып тастауға да болады. Өздеріңіздің қалауларыңызша. Сырты кеуіп кетпейді, және де сырты қытырлақ, іші жұмсақ болып, сол бойымен қалатын болады. Ол үшін картопты ең алдымен осылай бөліктерге бөліп аламыз да, суға салып 3 минут 5 минут бойы қайнататын боламыз. Одан асып кетпеуі тиіс. Ең көп дегенде 5 минут қайнатсаңыздар жеткілікті. Менде дәл 5 минут қайнады. Бірденнен суын төгіп тастаймыз. Суын төккеннен кейін барып, ең алдымен сұйық майымызды құямыз. Мен күнбағыс майын пайдаландым. Сіздер оливковое масло да қолдансаңыздар болады. Зәйтүн майын немесе кәдімгі сары майды қолдансаңыздар болады. 50 грамм сары май. Менде 1 килограмм картошка мұнда. Және де барлық специяларды салатын боламыз бірденнен. Бұл жерде тұз, бұрыш, және де паприка, және де кептірілген укроп. Осылай жақсылап араластырамыз. Осы кезде пештеріңіз 200 градуста қызып тұрсын. Әркімнің пеші әртүрлі, сондықтан да 200 градусқа дейінгі қызуда ұстаңыздар. Жақсылап біркелкетіп араластырамыз. Енді картоптарды противенге салатын боламыз. Противенге пергамент бумагасын немесе тефлоновый коврик төсеңіздер. Осылай барлығын біртіндеп жайып шығатын боламыз картоптарды. Шет-шеті түгелдей кеуіп, әдемі болуы керек. Егер де бір-біріне жақын тұратын болса, кішкене жұмсақтау болып қалады. Қызып тұрған пеште 200 градуста 20-25 минутқа қызарғанша немесе піскенше ұстаймыз. Тартар соусын жасайтын боламын, описанияға қалдыратын боламын, не қосқанымды. Және де кетчуппен жесеңіздер де болады негізінде. Картоп пісіп шықты, иісі де өте әдемі болып тұр. Енді әсемдеп тарелкаға салатын боламыз. Негізінде домалақ ыдысқа салған әдемі көрінеді. Міне дайын болды. Тартар соусымен жесеңіздер өте керемет болып шығады. Соустың барлығын езгіштің көмегімен немесе блендердің көмегімен жақсылап майдалап аласыздар. Өте керемет болып тұр картошканың өзі де. Егер де менің видео рецептім ұнаса, міндетті түрде өзіңіздің пікіріңізді қалдырыңыз, және де лайк басуды да ұмытпаңыздар. Ас болсын, сау болыңыздар.